Сұлтан Бейбарыс ашқан Аль-Асқар университетінде қандай кітаптар оқытылады? Мысалы, бакалавр дәрежесінде мына Аль-Хидая кітабы оқытылады. Бұл Қарахани дәуірінде Орта Азияда, Қазақстан, Орта Азия бір мемлекет болып тұрған кезде, Қарахани мемлекеті, қағанаты яғни. Сол кезде жазылған имам Марғинани жазған кітап. Біздің бабаларымыздың жазған кітаптарын біз Аль-Асқар университетінде 4 жыл бойы оқимыз. Мынау сол Хидаяның шархы, яғни бұл шархул Хидая түсіндірмесі, яғни Ғоятул Баян, кімдікі? Имам Қоди Қауамуддин Аль-Итхони Аль-Ханафи. Бізде Түркістанның қасына Икан деген қала бар, ауыл десек дұрыс болады. Сол жерден шыққан ғалымда, көрдіңіздер ме? Бұл кітапты қазір Арабстандарда шығарылып, біреулер соған бизнес жасап, біреулер соны оқып жатыр. Сол бабаларымыздың мұрасын осы араб елдерінде оқытылады. Кейін магистратурада мынау Бадайъу санайъ фи тартиби шаруъ деген өте үлкен ауқымды фих кітабы бар. Оны магистратурада оқытады. Бұл да Ферғана даласында Қарахани дәуірінде өмір сүрген ғалым жазған. Яғни бұл қырғыз, қазақ, өзбек деп бөлінбей тұрған кезде жалпы түрік мемлекеті болған Қарахани дәуірінде жазылған кітаптар. Колледжде имам Насафидің ақидасын оқытады. Бұл Насаф деген қала Шағатай облысында орналасқан қала еді. Мен айтқым келгенде осы дін жолындағы ұстаздар, бабаларымыз тастап кеткен мұраны оқып, зерттеп жүрген адамдар.